Баршаңызға сәлем, сіздермен Луиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дастарханыңыздың көркін ашатын сәбізді рулеттің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге қажетті заттар 600 грамм сәбіз және де 3 жұмыртқа керек болады. Сәбізімізді қырғышымыздан шығарып аламыз. Қырғыштан шығарып алған сәбізімізді енді табамызды қыздырып, оған май құйып, сәбізімізді жақсылап қуырып аламыз. Сәбізімізді жақсылап қуырып алғаннан соң бетін жауып бұқтырып қоямыз. Сәбізімізді жақсылап қуырып алғаннан соң енді оттан алып суытуға қоямыз. Ендігі кезекте жұмыртқаларымызды 3 жұмыртқаны ағысынан және сарысынан ажыратып аламыз. Ағын бөлек, сарысын бөлек етіп аламыз. Және де осы жұмыртқаның сарысын қуырылып алған біздің сәбізімізге қосамыз. Ал жұмыртқаның ағын миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Формасын ұстағанға дейін көпіртіп, аппақ етіп, осылай миксердің көмегімен көпіртіріп аламыз. Қуырылған сәбізімізге енді 1 шай қасық тұз және де 1 шай қасық қара бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз да, жұмыртқамыздың ағын азғантайдан салып, төменнен жоғарыға қарай жақсылап араластырып отырамыз және 2-2 қасықтан аз-аздап салып араластырып аламыз. Ендігі кезекте пергамент қағазымызды немесе фольгамызды алып, жақсылап майлап аламыз, сұйық жағып, себебі біздің сәбізіміз піскен кезде жабысып қалмау үшін. Енді осы сәбізді массамызды пергамент қағаздың үстіне листімізге жақсылап құйып аламыз да, біркелкі етіп барлық жеріне жеткізіп жағып аламыз. Енді осы сәбізді рулетімізді қызып тұрған духовкамызда 10-15 минуттай піскенге дейін, үсті қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Енді рулеттің ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі ас көк және 200 грамм сыр. 200 грамм сырымызды теркадан шығарып, ас көгімізді қосамыз. 2-3 қасық майонез саламыз. Одан соң чесногымызды қосып, майдаланған чесногымызды барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан соң, пісіп шыққан сәбізді бисквитімізді алып, жақсылап суытамыз. Суығаннан соң столымыздың үстіне пищевая пленка төсеп, бисквитімізді теріс аударып саламыз. Теріс аударып салғаннан соң, салмамыздың бәрін салып, біркелкі етіп, бір тегіс етіп, барлық жеріне жеткізіп, жақсылап жағып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп, рулетімізді пищевая пленка менен жақсылап орап аламыз да, орап алғаннан соң, осы пищевая пленкамызға орап, қысыңқырап, ішіндегі бос қалған ауаларын шығарып тастаймыз да, 2 шетінен қысып байлап қоямыз. Сосын 2-3 сағатқа холодильникке салып қоямыз. 2-3 сағаттан соң холодильниктен алып, кесіп дастархандарыңызға қоя берсеңіздер болады. Осымен біздің рулетіміз дайын. Ас болса менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып қалдыруды